Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ыстық күнде шөлді басатын керемет сусын суық көже дайындаймыз. Ең алдымен бізге арпа перловка қажет. Оны осылай кесеменен өлшеп аламыз. Содан соң ағынды суда жақсылап тазартып жуамыз. Жуылып тазартылған арпаны арнайы қайнататын ыдысқа саламыз. Бір кесе арпаға 2 кесе суық суды құйып араластырып аламыз. Ыдысымызды алып газға қоямыз. Қатты отта бетін жауып, суымыз қайнағанша қайнатамыз. Беті осылай қайнай бастаған уақытта астын басамыз. Астын басып, қақпағын жауып, толықтай суы тартылғанша пісіреміз. Біздің арпамыз осылай көлемі ұлғайып пісіп шығады. Бетін ашып кішкене суытып қоямыз. Енді жаңағы суысынды дайындауға кірісеміз. Осылай қатықты алып, оған 1 кесе суымызды құйып аламыз. Барлығын жақсылап қасықпенен араластырып, толықтай түйіршіктерінің барлығы араласқанша араластырамыз. Дәміне қарай өздеріңіздің қалауларыңызша тұзды қосамыз. Содан соң фильтрленген суық суды құямыз. Суды суықтай құя береміз. Ешқандай да ысытып керек емес. Салқын су жарай береді. Қорықпай қоса бересіздер. Осылай араластырып болған соң жаңағы піскен арпамызды қатық араласқан суымызға салып, барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің суық көжеміз дайын. Дәмін тексеріп, егер тұзы аз болса, тұзын көріп қоссаңыздар болады. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Өте керемет сусындардың бірі, шөлді бірден қандырады. Өте керемет тағам. Сіздер де дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Гүлім.